бар, қорқам. Қорқпа, балам. Ол найзағай. Көктем келді, қуану керек. Жаңбырда шөп шығады. Шөп көп шығады. Серке көке. Қасқыр екен деп сәрем қалмады ғой. Әй, бұзау, сен неге ұйықтамай жүрсің? Ұйықтай алмай жатырмын. Көктем деген не? Қашан келеді? Әй, баламысың деген. Көктем келіп қойды. Әне, күн күркіреп, найзағай ойнауда. Ал ертең қозы құйрық шығады. Қозы құйрық деген не? Қайдан шығады? Жерден шығады. Орманда, алаң қайда. Әдемі, томпақ, өзі қозының құйрығы сияқты әппақ. Өте дәмді, әрі пайдалы. Бар енді, жата ғой. Жарай. Әрі жатшай тоқты. Өрбасар. Не болды? Ертең қозы құйрық шығады екен. Қозы құйрық деген не? Қайдан шығады екен? Ой, соны да білмейсің ба? Ол әппақ, өте дәмді болады. Сүйек сияқты ма? Сүйектен де дәмді. Қозының құйрығы сияқты жерден шығады. Онда барып жейік те? Таң ата ерте барайық. Ол орманда өседі. Жарайды, ерте сені оятармын. Мыналар тұрғанша қоз құйрық әкеп қояйық. Сосын бірге жейміз. Жарай, бірақ өзің ұйықтап қалма. Иттер ұйықтамайды. Олар үй күзетеді. Бөрбасар, сен мені қашан оятасың? Сәл көзім ілініп кетіпті. Жүр кеттік қоз құйрық теруге. Ал, қане, көрсетші. Әне, анау ағарыпты. Осы ма? Иә, осы болу керек. Көрмейсің бе? Жерден шыққан әппақ. Қозға да, сүйекке де ұқсамайды. Әне, тағы біреуі. Мұнда көп екен. Масқара! Бұзау мен күшек орманда қоз құйрық теріп жүр. Ал сендер отырсыңдар. Масқара! Бұзау дейді. Өрбасар ма біздің? Екеу ақ па? Бұға қайда? Мен қайдан білейін? Барып көрсеңдерші. Қажақ. Кеттік ендеше. Ай, Өрбасар! Мына бұзауды бізге келдің бе? Жарайсың. Біздің қоз құйрықтарды теруге кім рұқсат берді сендерге? Бұл қоз құйрықтар сіздердікі ма не? Әлбетте, енді кімдікі? Орман біздікі. Ормандағы шөп те, гүл де, бәрі біздікі. Біз білмей қалдық. Иә, айып етпеңіздер. Айып етеміз? Неге айып етпейміз? Біз еңбек етіп әрең өсіреміз, ал сендер рұқсатсыз жей дегенсіңдер да. Сол үшін біз бұзауды жейміз, ал сен ары тұр Бөрбасар. Әйтпесе басып кетеміз. Мен сендерді әкем айтам. Ол бәріңді тәт қылады. Айтып үлгірмейсің. Үлгіртпейміз. Бұзау менің досым. Мен оны жегізбеймін. Ойбай, қорқып кеттім ғой. Енді қайттық. Нағыз көкжал болайын деп тұр өзі. Болды енді, кәне былай тұр. Әйтпесе сені де қоса жеп қоямыз. Бар қаш. Қашпаймын. Қазір бұқа көке келеді. Ол анау жерде жайылып жүр. Шақырайын ба? Қайда? Қане? Бұқа жүр дейді.
біз шай ойнадық қой. Бар көріп келші. Әке, афафтар мені жемекші. Аф, қорықпа бұзау, мен сені жегізбеймін. Қане, жақындаңдар. Аф, тұмсығыңды тістеп алам. Айқастыға. Иә, барыңдар. Әйтпесе, Таяқ жейсіңдер. Әтәт қыламын. Әке, сен қайдан келдің? Оянсам жоқсың. Бір басарда көрінбейді. Сосын сендерді іздеп шықтым. Әке, бір басар мені қасқырлардан қорғап қалды. Жарайсың бір басар. Сен нағыз доссың. Оу, сен кімсің? Жолбарыстың баласы дейін десем ұқсамайсың. Әлде сілеусінсің бе? Иә, сілеусінмін. Сәл-пәл ауырып, кішірек боп қалғанмын. Азып кетіпсің. Саған балық жеу керек. Балық? Жүр менімен. 5 балық ұстасам, біреу сенікі. Ал төрде ұстасаңшы. Ол балықтың көлеміне байланысты. Ірі балық түссе, сен де, мен де тоямыз. Онда барайық. Сен ұстайсың, мен шелекке салып отырамын. Ал кеттік. Ақ балық ау, ақ балық. Қармағымды қап балық. Түске дейін ештеңе түспесе, менің қарным ашады. Сол кезде абай бол. Сені жеп қою мүмкін. Сонда сен мені соған бола ертіп келдің бе? Жеуге? Енді қайтем. Сен одан да балық түссін деп тіле. Сонда сен мені кім екенімді білесің бе? Сілеусінмін деп өзің айттың емес пе? Ауырып жүрмін дедің. Мен мысықпын. Жай ғана мысық емес, сиқыршы мысықпын. Дәл қазір сені тышқанға айналдырып жіберіп, жеп қоя аламын. Сиқыршы мысық дейді? Мені жеймін дейсің бе? Сен өзі әзіл қой мысық екенсің. Жарайд, мені күлдіргенің үшін сені жемеймін. Қорықпа, бірақ күнде осылай күлдіріп тұрасың. Күлкі өмірді ұзартады дейді. Сен сонда маған сенбейсің бе? Күлкіңді тия алмай қалмайу. Ал сен дәлелде, мысалы, менің қармағыма балықтар келсін. Қане, көрсет өнеріңді. Сөзіңе жауап бер. Несі бар? Көрсетемін. Қазір қармағыңа балықтар іліне бастайды. Қазір абылдыю балықтар. Ей, үлкілдеп жатыр. Охо, сен нағыз сиқыршы екенсің. Тоқтатпа енді. Бәрі майда шүйде екен. Ірі балық түссін десейші. Мұнадай. Жоқ, мұнадай. Жоқ, мендей балық түссін.
көмектес маған. Ей мысық! Тарт дейін! Мен судан қорқамын. Көмектес алмаймын. Ей, құтқарыңдар! Көмектесіңдер! Масқара! Аюды балық жеп қоймақшы. Аюды ма? Балық жек қояды деймісің? Қайда? Көлде! Масқара! Құтқарыңдар! Кеттік, тезірек! Тезірек! Ей, аю! Қармақты жібере сал, кетсін! Ей, жіберме! Ұстасақ бірге жейміз! Ей, мысық, балық жағаға қарай сүйресін. Иә, біз аюды шығарып аламыз. Балықты да. Келіңдер шығарып алайық. Қап, балықтан айырылдық. Иә, 2 күн жейтін едік. Ірі балық екен. Уф, балығы құрсын. Сендерге рахмет, бөрлер. Ал, аю, енді сендің бе? Ей, сенбеске амал жоқ. Сендім. Ал сендер қайдан кеп қалдыңдар? Бізге сауысқан келіп айтты. Иә, сауысқан болмаса суға кетер едің, аю. Рахмет саған, сауысқан. Анау шелектегі бір балық сенікі. Ал қалғанын балықтан сорпа жасап жейік бәріміз. Иә, тамаша болар еді. Иә. Сорпа дәмді бопты. Айтпақшы мысық, аюды қинатпай-ақ, ірі балықты сиқырмен жағаға шығара бермедің бе? Расында да, саған қармақтың да қажеті жоқ қой. Ол жағын ойламаппын. Бірақ еңбекпен тапқан ас дәмді болады. Солай емес пе? Өткендегі үлкен балықтан айырылып қалғанымызда, я? Иә, аю да еді ғой үлкендігі. 1 апта жейтін едік. Аюды ма? Жоғой, балықты. Қармақ аюда. Оны сұрап алсақ, балықты да бөлісу керек болады. Жоқ, бөліспейміз. Ол балықты ұстау оңай емес. Аюды сүйреп кеткен. Аю жалғыз, біз үшеуміз, бізді тартып кете алмайды. Қармақты аюдан білдірмей алып кетейік. Сосын білдірмей орнына қоя саламыз. Масқара! Ұрлық түбі қорлық! Ей, жап аузыңды, шақылдамай. Жылтырағанның бәрін ұрлап, ұясына таситын кім екен, а? Расында да кім? Сауысқан, нағыз ұры, өсекші. Сендерді аю қайтамын. Ей, сауысқан, біз жай ойнап айттық емес пе? Иә, балық ұстасақ, құйрығы сенікі, көзін де береміз. Тек аю қайтпа. Ел жұртқа масқара болдым, ау. Ей, жарайды. Балықтың басын берсеңдер. Ей, алдымен ұстап алайық та.
сосын көреміз. Онда Сауысқан, былай етейік. Сен өте сақ, әккі, ұры жоқ, әдемі құссың. Сол қармақты аюдан сен әкеліп берші. Сонда балықтың басы да, құйрығы да сенікі болады. Келістік пе? Келістік. Бірақ мен ұры емеспін. Иә, әрине, ұры емессің. Не деуші өзі қармақшаларда? Ақ балық ау, ақ балық, сосын? Ей, қайтесің оны? Сала берсеңші. Иә, ол сөзсіз ақ ұстаймыз. Айттым ғой, әлгі сөзді айта салу керек еді. Салмағы үлкен балық қармаққа келем дегенше біраз уақыт өтеді. Иә, сабыр сақтайық. О, келді. Кәне, бірге тартайық. Өй, мынауың кішкентай ақ балық қой. Масқара! Титтей балық кімге жетеді? Маған басын, құйрығын беріңдер. Мені жіберіңдерші. Әй, сен қоя тұршы жағаласпай. Ойбай-ау, мынауың сөйлеп жатыр ғой. Жоқ, балықтар мүлде сөйлемейді. Олар аузын ашады да қояды. Иә, мен сиқыршы балықпын. Егер мені суға жіберсеңдер, 3 тілектеріңді орындаймын. Ого, сиқыршы балық. Тапқан екенсің ақымақты. Біз саған сеніп, сені суға жібере салады екенбізді. Уәде беремін. Мен сенбеймін. Әне, қасқырлар да уәдесінде тұрмады. Балықтың басын беріңдер ғане. Айтпесе, аю қайтам. Ей, Сауысқан, қармақ тұрлаған сен. Өзің жауап бересің аюға. Масқара! Алдап кетті. Аю қайтам сендерді. Қажа! Қап, мұнан ая. Сауысқан аюмен келгенше, тілегімізді айтып балықты жіберейік. Иә, қане, не айтамыз балыққа? Ей, мынау баяғы бізді тоқты мен серкенің алдында билеткен балық емес пе? Дәл соның өзі. Мұны жей салайық одан да. Жоқ, тоқты мен серкенің бізге істегендерін өздеріне көрсетейік. Иә, тыңда балық. Әлгі екеуін осында алдыр. Тез. Бірінші тілектеріңіз орындалды. Жаңа ғана қорада едік, орманға қалай келіп қалдық? Қасқырлар. Естеріңде ме? Бізді қамажайға билеткендерің. Қане алтын балық, мына екеуі біздің алдымызда жақсылап тұрып билеп берсін. Иә, Қалай екен, а? Шаршап кеттім, тоқтатыңдаршы, өтінем. Жарайды. Ал енді 2 тілек орындадым. Енді ең соңғысы. тоқта, асықпайық, жақсылап ойланайық. О, таптым. Екеуі жүгіріп барып, біздің қазанды осында алып келсін. Қазанды қайтеміз. Кеттік тоқта. қазір келсе, екеуін қазанда қайнатып жейміз. Қайнатпай-ақ жей бермейміз бе? Ай, аналар қайда кетті? Қане тез қайтар. Сендердің 3 тілектерің бітті. Мені жіберіңдер. Қалайша бітті? Айттым мен саған, пісірмей-ақ жей берейік деп. Олай болса, алтын балық, осы қазанға сені саламыз да, сорпа қып ішеміз. Ой, анда аю келе жатыр. Қайда? Қайда? Алдадым. Өйткені сендер уәдеде тұрмадыңдар. Неге ғана қазанды етке толтырып әкелсін демедік, ей?
Менің қарным ашқаннан шұрылдап жатыр. Қап, әлгі алтын балықты жеп қоя салуымыз керек еді. Я, балық сорпасын ішіп алғанда аш болмайтын едік. Ей, қойыңдар. Өздерің емес пе тілекті дұрыс айтпаған? Ей, анау кім болды? Түр таныс қой. Ә? Сиқыршы мысық емес пе? Я, дәл соның өзі. О, менде керемет жоспар бар. Ой, бізге жоспар емес, тамақ керек. Мысықты жемейтін шығармыз енді. Ей, жоға, ол сиқыршы мысық қой. Аюдың шелегін балыққа толтырып бергенде сол. Сиқыршы мысық біздің қазанды етке толтырып берсін. Иә, дұрыс айтасың. Онда оны ұстап алайық. Сен былай, ал сен былай. Жарайды, кеттік. Әй, мен қоян емеспін. Міне құйрығым, құлағым да қысқа. Мяу. Бізге қоян емес, сен керексің, сиқыршы мысық. Иә, бірақ менен сендерге не керек? Сен біздің қазанды етке толтыр. Сонда біз сені жайыңа жібереміз. Әйтпесе біз сені жеп қоюымыз мүмкін. Өйткені біз өте ашпыз. Біздің қазанды тоқты мен серкенің етіне толтыр. Бол тез, қане. Қазір. Абрика. Қасқырлар, мен не істеп жүрмін бұл орманда? Тоқты қайда? Қасқырға айналып кеткенім қалай? Даусына не болған? О, жарайсың мысық. Бүгін қарным бір тоятын болды. Ей, серке, не болды саған? Есің дұрыс па? Я, серкеңді де шақыр, оны да жейміз. Ей, ет жейміз деп есіңнен адастың ба? Даусың да өзгеріп кетті. Ет? Мен ет емес, шөп жеймін. Мұнаның есін жиғызу керек. Әйтпесе мұны мысық сиқырлап тастаған. Тоқта демей. Қой, серке деймін, мен ойыннан шаршадым. Сен алжиын деген екенсің, серке. Қазір есіңді жиясың. Мысық! Өлдім. Жап аузыңды. Қасқыр! Менің түрім серке болса, серкенің түрі қасқыр болғаны ма? Қой, онда мен орманға барып, оны тауып алайын.
қалай? Енді не істейміз? Сен, мен, сен. Бәріне кінәлі мысық. Иә, бұл мысықтың ісі. Мысықты табайық, жүр. Жүр. Кім десем, сендер ме? Не болды? Мына серкені менің кешкі асыма алып келдің бе? Жақсы болды ғой. Ей, аю, көп сөйлей берме. Біз саған басқа мәселемен келдік. Бұл саған жейтін ет емес. Иә, аю, өткенде сені көлде дәу балықтан құтқарып едік қой. Сол кезде қасыңда сиқыршы мысық болып еді. Сол мысық қайда? Немене? Мені құтқарған сен бе? Мені құтқарған қасқырлар. Ал сені? Ей, аю, қолыңның ұшын тигізуші болма. Әйтпесе, қарныңнан бір сүзіп құлатам. Түсінбедім, сүзгеніңіз. Қазір түсіндіріп отыратын уақыт жоқ. Тез мысық қайда тұратынын айт бізге. Ол көл жақтағы үлкен емен ағашының жанындағы үйде тұрады. Соны айтсаң жетер енді. Қане қасқыр, жүр кеттік. Масқара! Қасқыр мен серке дос болыпты. Сонда қалай болғаны? Сиқыршы мысық бізге тоқты мен серкені берудің орнына мына екеуін достастырып қойған ба? Солай! Расында да солай сияқты. Біздің қасқырдың есі ауысып қалған ба? Енді не істейміз? Мүмкін ол бізге серкені алып келмекші шығар. Алдымен екеуін де ұстап алайық. Сосын көре жатармыз. Иә, Жүр. кеттік. Ей, сендер не істеп жүрсіңдер? Біздің қазір уақытымыз жоқ. Жолдан бұлай тұрыңдар. Ей, серке, сен біздің қасқырмен достасып, өзінше бола берме. Ал саған не жоқ? Сені біз ет алып келе жатырма десек, серкенің артына тығылғаның не? Я, біздің қарнымыз аш екенін жақсы білесің. Әлде бізден бөліскін келмей ме? Пейілің тарлайын деген екен. Ей, қандай ет, қандай тамақ. Біз ауысып кеттік. Ей, сендерге түсіндіріп отыратын уақыт жоқ. Қане, бұлай тұрыңдар. Мынау не деп тұр ей өзі? Серке саған күш бітейін депті. Қасқыр досымыз бізбен бөліспесе бөліспесін. Бірақ сен ешқайда құтыла алмайсың. Қане тоқтаңдар. Серкеге тимеңдер. Мен досымды жалғыз тастамайым. Міне, тоқтының өзі келді. Иә, енді екеуін де жеп тоятын болдық. Ей, біз емес, таяқ жейсіңдер, таяқ. Ана қара. Ай, есің дұрыс па? Сен қазір қасқыр емессің бе? Ал мен серкемін. Демек,
Мен сен емес, өзімді құтқардым. Енді сен менің түріммен жүрсің ғой. Ал мен сенің түріңмен жүрмін. Демек, сен мені құтқардың деген сөз. Не де болса, өз-өзіме келгенше аман болуым керек. Сосын қалғанын көре жатармыз. Иә, дұрыс айтасың, Сергей. Ей, екеуің қайдан жүрсіңдер? Сен менің тілегімді дұрыс орындамадың. Біз Сергей екеуміз ауысып кеттік. Ол мен, ал мен ол. Төй, мен қасқыр, ол Сергей. Енді білдірген нәрсеңді дұрыстап берсеңші, мысық. Өз қорама қайтар енді мені. Иә, ал менің шөпшеп қасқырларға жем болатын жайым жоқ. Әне, көрдің бе? Жаңа ғана Тоқты мен Серкенің етін сұрап едің. Өзің сол халге түстің. Және оңай жолмен маған күш көрсетіп, өз азығыңды таппақшы болдың. Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей деген. Сол үшін оңай жолмен азығыңды таушы болма. Оңай жолмен келген ас бойға сіңбейді. Түсіндіңдер ме? Иә, түсіндік. Ақалай, мақалай, тоқалай. Ал енді сені жесем болады. Менің қарным ашты. О не дегенің? Жаңа ғана мысық не деді саған? Ол басқа жағдай. Ал қазір саған қауіпті жағдай. Амал жоқ. Сені жеймін да, қайтемін енді. Құтқарыңдар! Ойбай өзім! Оларға айттың не, айтпадың не, бәрі бір. Няу. Әке, Балам, айта ғой. мен өскенде сіз сияқты үлкен, күшті болам ба? Әрине, балам, менен де күшті боласың. Сонда анау, мені жемекші болған бөжейді әтәт қылам ба? Қайсы бөжей? Аюды ма? Анау қасында жүрген авақтарды да. Қасқырларды айтамысың? Олардан да қорықпа. Бір сүзгеннен қалмайды. Әке, мен де кейін оларды сүзем бе? Сүзесің әрине. Мүйізің де өседі, өзің де өсесің. Масқара! Бұқа сендерді сүзіп тастамақшы. Бір сүзгеннен қалдырмайым деді. Өз құлағыммен естідім. Сенің құлағың жоқ қой, қалай естідің? Қоя тұршы құлағын. Сауысқан, біздің не кінәміз бар? Бұқа бізді не үшін сүзбекші? Оны білмедім. Ол аюды да әтет қылам деді. Аюды? Қашан? Бүгін сағат 4-те, ал 3-те сендерге келеді. Біз не жаздық оған? Баласына да тиіскен жоқпыз. Бізге келмей тұрып, біз аюға барайық. Барыңдар. Ашуын аюдан алсын. Иә, кеттік ендеше. Кеттік.
Немені? Мені? Не үшін? Білмейміз. Мүмкін күші тасып құтырып жүрген болар. Я, аюды бір сүзгеннен қалдырмайым депті. Сауысқан өз құлағымен естіпті. Сауысқанның құлағы жоқ қой. Құлағын қайтесің, аю? Енді не істейсің? Соны айт. Бұл бұқа құтырайын деген екен. Келсін, көрейік. Бәрекелді. Жайратып салшы. Өгіздей болған немені. Жақсылап тұрып, бір зоңқылайды ол. Көрсетіп. Маңдайынан жұдырықпен қойып қалсай. Айтуға оңай. Оның басында мүйізі бар. Сенің басыңда қызыл беретің бар. Әне, жолақ жейденде жарасып тұр. Мә онда. Бас киім саған бердім. Шығасың ба бұғамен? Жоға, онда тұрған не бар дейсің? Әңгіме қалпақта емес қой. Олай болса, ақылдарың өздеріңе. Болды, аю, ашуыңды бас. Барып әлгі сауысқан қайтыңдар. Мен дайынмын. Жеткізсін бұқаға сәлемімді. Масқара, аю сені бір ұрып құлатпақшы. Жайшама, не үшін ұрмақшы екен? Әке, бөжей сені әдет қылам дейме? Аю артына қарасын алдымен. Артында 3 қасқыр бар. Абаптар ма? Олар бөжейге жақтаса ма? Аю ашулы. Сағат 4-те ормандағы алаңда күтеді. Ал қорқып келмей қалсаң, мына балаңа масқара боласың. Қажа. Әке, тоқты мен серкеге айтайық та, бізбен бірге барсын. Күнде ысып тоқты. Аю айтты. Бұқадан кейінгі кезек тоқты мен серкенікі өз құлағыммен естідім. Сенбеймін саған сауысқан. Өйткені сенің құлағың жоқ. Міне, менің құлағым бар. Тоқтыда, тіпті қасқыр аюда да бар. Ал сенде жоқ. Әңгіме құлақта емес, серке. Аюда ашуландырған не нәрсе екен? Қорада қамалып отыра берсеңдер, жағдайларың қиын болады. Мен айттым, енді ормандағы айттым. Қажа. Ал тоқты, енді не істейміз? Барамыз. Басқа амал жоқ. Бұқа, шайқас әділ өтсін. Қаруыңды таста. Қасқыр, қайдағы қару? Әлде қорыққанға қос көрініп тұрма? Өгіз қос мүйізін тастап шықсын. Мүйіздері найзадай өткір. Не ғой? Онда аю тырнақтарын тастасын. Шайқас әділ өтуі үшін шешімді шығаратын төреші болуы керек. Кімді төреш етеміз? Мүмкін бөрібасар болар. Жоқ, ол сатып кетеді. Оның түрі бізге ұқсағанмен, жүрегі жұмсақ. Онда кімді төреші қыламыз? Сауысқанды төреші етейік. Мен төрелік етем бе? Қасқырлар,
Біз сауысқанға сенбейміз. Сауысқанның сатып кететіні анық. Сонда кімді төреш етеміз? Онда былай істейік. Сиқыршы мысық төреші болсын. Мысық әділ шешім шығаратыны анық. Жарайт, келісеміз. Бірақ сиқыршы мысықты кім шақырып келеді? Сауысқан шақырып келсін. Ей, сауысқан, сиқыршы мысықты шақырып кел. Жарайды. Масқара. Орманда аю менен мұха төбелесейін деп жатыр. Сиқыршы мысық сені де төбелеске шақырып жатыр. Мені ме? Мен не істеймін онда? Сені төреші қылмақшы. Болсаңшы тез, бәрі сені күтіп тұр. Қаша. Мысық келдің бе? Дәл қазір осы жерде бұқа мен аю екеуі төбелеседі. Ал сен төреші боласың. Төбелес әділ өтсін. Сиқыр-миқыр керек емес. Жарайды. Мен төреші болсам, ойынның шартын тыңдаңдар. Ойын 3 кезеңнен өтеді. Бірінші кезеңде бокс болады. Мяу. Бокс? Аю боксқа түсе алмайды ғой. Ол тек күреседі. Ештен кетпес. Екінші кезеңі күрес болады. Ал үшінші кезең ше? Мяу. Үшінші кезең ережесіз төбелес болады. Ережесіз деген қандай сонда? Ешқандай ереже болмай ма? Болады. Құлақтан түстеу жоқ. Тұмсықтан ше? Көзден шықу жоқ. Мұрыннан шығу ше? Жетер. Келесесіңдер ме? Біз келсеміз. Біз де келсеміз. Онда бірінші кезеңде бокс болады. Албасай. Масқара, аю жеңіліп жатыр. Бірінші кезең аяқталды. Кішкене үзіліс. Әке, сен бөжейді жеңдің қойы. Оны әптен әтәт қылдың қойы. Ол әлі әтәттің бер жағы. Қазір көкесін көрсетем. Бөжейдің көкесін бе? Оның көкесі бар ма? Аю, бұқа оң жағынан келе жатқанда, сен сол жағынан ұрып қал. Аямай ұра берсей. Қап, мен сенің орнында болсам ғой. Аю, мүйізінен ұстап тұрып, зың еткісі, өгіздей болған пәлені. Ал аю, сәттілік. Мяу. Екінші кезең күрес. Басталды. Біздің бұқа жеңіліп қалғаннан салма. Бұқа! Олмай мақты! Аяқтан жалсаң, көрсетпе қалады. Әке, бөжей сені әтәт қылды ма? Жоқ, балам. Менің тұяғым тайып кетті. Әйтпесе... Мяу. Соңғы үшінші кезең ережесіз төбелес болады. Ал, бастайық. Масқара, аюдың жатсын қараңдар. Мяу. Сонымен бірінші кезең жеңімпазы бұқа. Екінші кезеңнің жеңімпазы аю. Ал үшінші кезеңнің жеңімпазы Төреші қатырады екен, қысқасы тең-бетең айқас болды. Қалайша? Бұқа жеңді емес пе? Төреші кім? Мен. Енді мені тыңдаңдар. Бұқа қызыл матаны сүзбек болғанда, абайсызда аюға мүйізі тиіп кетті. Бұл саналмайды. Яғни екеуі тең түсті. Ал енді
тараңдар. Сонда тағы төбелесеміз бе? Бұл айқас қашан бітеді өзі? Өздерің ұрысқа шақырасыңдар да. Ей, бұқа, біз емес сендер ғой шақырған. Немене? Сауысқан айтты, аю шақырып жатыр деп. Бізге де сауысқан айтты. Бұқа аюды айқасқа шақырып жатыр деді. Түсінікті. Сауысқан екен ғой. Екі араға от салып, ерегістіріп жүрген. Іштен шыққан жау жаман. Иә, бәрінен де бітпей қалған дау жаман. Күн шығып кетті. Серке, қайдасың? Қайда жүрей? Мұнда жоқ. Мұнда да жоқ. Ей, мынау Серкенің... Тыныш тоқты оянып кетпесін. Тоқты көке, не іздеп жүрсіз? Біздің Серкені қасқырлар ұрлап әкеткен сияқты. Бері басар, сен бізді күзетуің керек еді ғой. Мен түнімен үй күзетіп, таңертең көзім ілініп кеткен еді. Ей, мен барып бұқадан сұрап келейін. Тоқты көке, мен де барамын. Бұқа, сен Серкені көрмедің бе? Серкенің? Қайда барады дейсің? Жүрген шығар жайылып. Мен ұйқыдан тұрсам, ол жоқ. Жан-жақтың бәрін қарап шықтым, ұшты күйлі жоқ. Мүмкін ата оны базарға сатуға алып кеткен шығар. Жоқ. Бүгін ата ешқайда шықпады. Онда білмейм. Қайда кетер дейсің? Келеді өзі-ақ. Ал келмесе ше, Серкені қасқырлар алып кеткен болса ше. Тоқты көке, мен сізбен барамын. Мен сізді күзетуім керек қой. Жарайды, жүр, жол көрсетерсің. Қасқырларға менен гөрі сен жақынсың ғой. Бөрі басар, сен барып, қасқырлар қазанға не қайнатып жатыр екен, біліп кел, бар. Амансыздар ма, бөрілер? Бөрі басар, сен бе? Жалғыз өзің орманда не істеп жүрсің? Әлде бізді сағындың ба? Бұл тағы қозғырық теруге келген шығар. Мен жай серуендеп жүрген сол. Жолдан сіздердің қазан қайнатып жатқандарыңызды көріп, амандасып кетейін дедім. Құпия болмаса, не қайнатып жатсыздар? Өткенде сендерден қалған қозғырықты қайнатып жатырмыз ғой. Ет қайнатып жатыр ма десем? Ей, қайдағы ет? Ет қазір қымбаттап кеткен. Базарда қойдың еті удай қымбат. Иә, Тоқты мен Серкенің етін жемегендіктен ішіміз шұрылдап, қозғырық жейін деп жатырмыз. Бірақ удай емес, қозғырықта ет сияқты дейді. Ас болсын онда. Мен бара берейін. Иә, өр басарға рахат. Оған сүйек, тамақ береді. Ал бізге ешкім ештеңе бермейді. Сосын өзіміз тартып жейміз. Қасқырдың аузы жесе де қан, жемесе де қан. Тоқты көке, олар Серкен емес, қозғырық жейін деп жатыр екен. Жанымды алдың ғой. Сонда Серке болмаса, ол қайда кетті? Бөрі басар, Серкені тезірек таппасақ болмайды. Тоқты көке, мүмкін Серке мына қызға құлап кеткен болар? Бәрі де мүмкін. Қане, қарап көрейінші. Ей, көмектес! Ағашты жіберіп алма! Тарт, бөрі басар!
тарт жақсылап, жіберіп қойма қашты. Тартып жатырмын ғой, бірақ маған кім көмектеседі? Мен көмектесейін. Кімге? Қалай? Біз Серке ағаны іздеп шыққан едік. Содан жолда тоқтаға құздан көрейін деп сүрініп кетті. Серке сонда құздан құлап кетіпті ме? Жоқ әлі, көмектессеңізші енді. Иә. Сонда Серке қайда кетті? Біз қайдан білеміз? Ей, сөйлей бермей тартсаңдаршы енді. Ей, Серке деген ол мен емеспін бе? Ай, Серке аға, сіз қайдан жүрсіз? Тартасыңдар ма, тартмайсыңдар ма? Уф, жаным қалмады ғой. Серке жан, досым. Мен сені қасқырлар жеп қойды екен деп. Ей, сен мен туралы жаман ойлама. Ей, енді таңертең мына қағазды көріп, сені қасқырлар ұрлап кетті ме дедім. Ей, сен де қағазды ашып көрмедің бе? Бұл мен жазып кеткен хат қой. Хат деймісің? Иә, сен ұйықтап жатқан соң мазаламайын деп хат жазып тастап кеткем. Мен бүлдірген теруге кеттім деп. Кейін орманда кішкене серуендеп қайтайын десем, біраз жол жүріп қойыппын. Қарасам, сендер де жүр екенсіңдер. Ал егер қасқырлар шынымен де ұрлап әкеткенде не болар еді? Қасқырлар ма? Олар бүкіл орманның иісін алып, қоз құйрық қайнатып жатыр ғой. Менің жүргенімді олар сезген де жоқ. Иә, қайта дұрыс бопты. Тоқты достым, бөрі басар. Мен үшін уайымдағандарыңа рахмет. Енді мына бүлдіргенмен үйге барып шай ішейік. Алақай, шай ішеміз. Иә, шай ішсең көңілің жай деген. Әсіресе шаршағанда шай ішкенге не жетсін? Әсіресе достармен. Керемет айттың. Өзің ойлап таптың ба? Ей, жоға, сценарийде солай жазылған. Ей, тоқты, анау не зат? Қане, қайсы? Ей, көзіңді ашып қарасаңшы, міне, мынау затты айтам, қазір ғана көліктен түсіп қалды. Білмейді екенмін. Ей, сен де, мынау әлгі апоқтың камерасына ұқсайды ғой. Міне, қарашы. Ей, тоқты, мынау кино түсіретін зат қой. Кино түсіреді ме сонда? Иә, тоқты. Менде бір керемет жоспар бар. Оскар алатын жоспар. Ол қандай жоспар тағы? Қандай Оскар? Біз кино түсіреміз. Кино? Ол киноға сонда кімдер түседі? Иә, кино. Бірақ әзірге ойыма ештеңе келмей тұр. Тоқты, жүр кеттік. Мен тапқан сияқтымын. Қайда? Орманға. Кеттік. Тоқташы, Серке. Біз сонда қасқырлар жайлы кино түсіреміз бе? Әй, тоқты. Жабайы табиғат жайлы түсірсек, біздің фильм өте қызық болады. Мына бөрлердің өмірі қарапайым халыққа қызық қой. Солай емес пе? Солай ғой. Бірақ қасқырларға бұл жоспарымыз ұнай қоймас. Танаш, бөрлер, бізде жасырын камера түсіріп жатыр. Қанде? Анау,
ағаштың артында. Ей, менің түрім әдемі болып тұр ма? Кімде тарақ бар? Қой, мен кітапты онда көзілдірік тағып оқиын. Оқымысты қасқыр деп ойласын. Ей, қойсаңдаршы, барып сұрайық та, не үшін сүріп жатыр екен? Иә, киноға түсеміз деп қақпанға түсіп қалмайық. Кімдер кино түсіріп жатыр десек, өзіміздің Тоқты мен Серке екен ғой. Ей, сендер не істеп жүрсіңдер? Қасқырлардың Тоқты мен Серкені жеп қойғаны туралы қорқынышты фильм бе? Жоға, біз кино түсіріп жүрміз. Халық орман тіршілігімен де таныссын. Мүмкін хайуанаттар әлемінен аш қасқырларды көрсе, жан ашып тамаға кеп берер деп кино түсіріп жатырмыз. Солай ма? Қандай қамқор жанашыр едіңдер? Ей, әуре боп қайтесіңдер? Бізге сендер ақ жетесіңдер. Соны да түсінбей тұрсың ба? Біз жайлы фильм шықса, біз әлемге танымал боламыз. Қарнымыз тоқ, көйлегіміз көк болады. Оны ойламаппын ғой. Серке, онда кино түсіруді жалғастырайық. Алдымен қалай түсіретімізді ойластырайық. Қазір камераны бір орынға қойып алайын. Тоқты, кел, камераны қоюға көмектесші. Ал енді бөрлер, киноның сценарийін ойластырайық. Олай болса, басты рөлде мен боламын. Өйткені менің келбетім сұсты. Өзім болсам өте сымбаттымын. Қарақшы қасқыр. Қалай? Ей, кім айтты саған? Ішіміздегі ең сымбатты, таланттысы менмін. Серкежан, олар екеуі де өтірік айтады. Ішіндегі ең сымбатты, талантты, ақылды, тамақты жақсы пісіретін менмін. Мен басты рөлде ойнаймын. Аспаз, Арлан деген. Жоқ, басты рөлде мен боламын. Мен рөлді жақсы сомдап шығамын. Сен өзіңе сенімдімісің, Тоқты? Жалпы киноға түсіп көріп пең? Иә, әрине. Тоқты мен Серкенің бірінші, екінші маусымдарында мен ойнадым ғой. Бұлай бір сүзіп, секіріп теуіп. Солай екен-ау. Әне, сендер кинода басты рөлді сомдап қойыпсыңдар. Енді біз жайлыда болсын. Сосын, біз бұл кинода таяқ жемеуіміз керек. Досым, дұрыс айтасың. Басты рөлді мен аламын. Ей, жоқ, мен ойнаймын. Сен жағымсыз кейіпкерді ойна. Бұлай қорқынышты. Болмаса, Серкенің досы болып ойна. Жоқ, басты рөлді мен өзім сомдаймын. Ей, неге сен? Тоқты мен Серке кімге қызық? Басты рөлді өзім сомдайым. Ал менің досымның рөлін Тоқты ойнасын. Ал мен ше? Тоқты сенің досың болса, бірінші қасқырдың досы Серке болса, мен жалғыз қалдым ба? Болмай. Онда мен басты рөлді ойнаймын. Ал сендер менің жауым боласыңдар. Қырып салам бәріңді. Ей, жоқ, олай емес. Ей, мен басты рөл. Менікі. Досың мен болам. Ей, сен боласың. Жоқ, мен басты рөлде. Мен ойнайын басты рөлді. Ей, Серке, камераңа не болды? Қазір қарап көрейінші. Бұлай ғой, біз жайлы кино дайын болыпты, достар. Рас па? Қане, көрейікші. Түсінбедім, мынау бізді достар деді ме? Қасқыр мен қой дос болғанын кім көрген? Бұл не сонда? Комедия ма? Ертең менің
туған күнім. Мынау сыйлық маған ба? Рахмет, рахмет. Естідің бе? Ертең туған күн екен. Не істейміз? Иә, сыйлық бермесек ренжиді. Өлең айтып гүл берсекші. Ой, сенің жаман даусыңмен гүлің кімге керек? Мысалы, сенің туған күніне солай етсекші. Ей жоға, керек емес. Міне, көрдің ғой, ал енді не істейміз? Бұл қарны тойса мәз болады. Иә, бүлдірген, қос құйрық, ет. Ет! Міне, мынауың дұрыс енді. Жүр кеттік. Қайда? Ет алып келеміз. Түсінсеңдерші, бүгін оның туған күні. Бір жылда бір-ақ рет келеді. Иә, біз оның көңілін көтерсек пе дебек. Бар болған сол ғана. Мен оған сүйек сыйлаймын. Ой, құр сүйегің не істейді ол? Оған ет керек. Ет! Ей, сонымен не демексіңдер? Етті қайдан табасыңдар? Сонда сендер оған бізді сыйға тартпақсыңдар ма? Оларың бола қоймас. Мен жол бермеймін. Жоқ, сендер дұрыс түсінбедіңдер. Біз сендермен ақылдасуға келдік емес пе? Сол етті қайдан табуға болады деп. Мен түсіндірінші, бұлай етсек, біз сендерді оған сыйласақ. Тапқан екенсіңдер ақымақты. Сонда қасқырдың аузына өзіміз барып түсеміз бе? Иә, біз қарсымыз. Ой, сендер соңына дейін тыңдасаңдаршы. Біз бұлай етейік. Ай, ана екеуі қайда кеткен? Ай, Сауысқан, ана екеуі қайда? Олар анда ауылға қора жаққа кетті. Маған сыйлыққа Тоқты мен Серкені әкелмекші. Әне, олар келе жатыр. Олай болса мен ет жеуге дайындалайын. Туған күнің менен, туған күнің менен, туған күнің менен, туған күнің менен. Ей, ет қайда? Ет! Біз мұндамыз. Мұнда екеуі де маған ба? Иә, саған. Сенің туған күніңе бізден сыйлық. Тіпті не айтарымды да білмей тұрмын. Өмірімде бір тоятым болды бау. Жоқ, сендерге де ауыз тигізем. Саған құлағын, ал саған екінші құлағын. Оған да рахмет. Пейілің тарлайын деген екен. Бөліп жеу деген жоқ па сонда сенде? Бүгін кімнің туған күні өзі? Сонда сендер өздерің сыйлап, оны бөліспексіңдер. Ұят қайда? Сен ұят туралы әңгіме айтпай-ақ қойшы. Достарыңмен бөлісуді білмейтін қандайсың өзі? Жарайды. Тоқтыны мен, ал Серкені сен екеуің жеңдер. Келістік пе? Келістік. Міне, мынау басқа әңгіме. Біз келіспейміз. Сендерден кім сұрап жатыр? Біз келістік, болды. Ал біздің келісіміміз не болды сонда? Уәде қайда? Мыналар не деп тұр өзі? Қайдағы келісім? Қайдағы уәде? Қысқасы, біз сендермен ойнамаймыз. Тоқта, кеттік. Қайда? Ешкім ешқайда кетпейді. Сендер менің сыйлығымсыңдар. Қайдағы сыйлық? Біз келісім бойынша өзіміз келдік. Өз тияғымызбен. Ал мына екеуі бізге уәде берген. Ол қандай уәде? Айтсаңдар шенді. Ол бұлай болған. Қысқасы, сендер бізбен бірге орманға барасыңдар. Не үшін? Сендерге тамақ болу үшін бе? Сабыр сақтап тыңдасаңшы енді, Серке. Біз сендерді бөріге туған күнге сыйлаймыз. Тосын сый болады. Тосын сый? Сосын не болады? Бізді қазанға саласыңдар ма? Сен бізді бір жауыз көрдің-ау. Біздің де қасқыргершілігіміз бар шығар. Міне, көзімнен мейірім көрініп тұрған жоқ па? Қайдам, байқалмайды. Жарайды, бұлай келсек. Сен екеуің орманда тұп-тура 1 сағат боласыңдар. Ал біз сендерге сол үшін бір арба шөп өріп береміз. Қалай? Иә, дәмді орманның шөбі. Олай болса, 3 арба. 2 арба шөп,
Жарайды, келістік. Сонда біз не істеуіміз керек? Ештеңе, тек бөрінің көңілін көтерсеңдер болды. Ол оңай. Ал егерде ол бізді жегісі келсе ше? Біз оған жол бермейміз. Өде. Олай болса, біз келістік. Сонда сендер мені алдап, өтірік сыйлық бердіңдер ме? Жоға, біз сенің туған күніңе тосын сый жасамақ болдық. Онда тұрған не бар? Тосын сый? Бұлар неге келді? Сенің көңіліңді көтеруге. Қалай? Біз саған билет бере аламыз. Ал тоқты ән айтады. Қажеті жоқ. Бидің де, әннің де. Менің қарным аш кезде. Көңілім көтерілмейді. Түсінесіңдер ме? Тіпті әнде тыңдағым келмейді. Иә, түсінеміз. Түсінеміз ғой. Түсінсеңдер, бұлай етейік бөрлер. Сендер бұларға 2 арба шөп бермей-ақ қойыңдар. Одан да бұл екеуін жей салайық. Ал келісім ше? Уәде қайда қалды? Келісім де, уәде де жайына қалады. Өйткені бұл екеуі жоқ болады. Қайда кетеді? Қалай жоқ болады? Бұлар біздің қарнымызға түсіп, қортылып кетеді. Келісім де, уәде де жоқ болады. Сол кезде менің көңілім де көтеріледі. Рас тойып алсақ, өзіміз-ақ ән айтып билемейміз бе? Тоқта. Уәде бердік, уәдені жұрттық өздерімен бірге. Сонда келісінде жоқ. Шөпте орып әуре болмаймыз. Бәрекелді. Тосын сый деген осындай болады. Ана екеуі қойды кетті. Артыңа қарама, тоқта. Бас! Масқара! Бөрлер уәдесін жұтты. А тоқты мен серке қораларына зытты. Масқара! Не болды екеуіңе? Қасқыр қуды ма немене? Қасқырлардан қашып келеміз. Олар уәдесінде тұрмады. Бізге шөп орып береміз деген. Шөп деймесің? Көк шөп пе? 2 арбаға келістік. Орман шөбі. Жүріңдер кәне. Олар уәдесінде тұрмаған үшін жауап беру керек. Ане серке, жол баста. Олар қайда? Қап, әлгі екеуі қашып кетпегенде, қазір ет жеп отырар едік. Туған күнімізде көңілді өтер еді. Тойып алып, әндетіп отырар едік. Бірақ, уәде беріп орындамағанымыз ыңғайсыз болды. Қойш! Дала заңы мен орман заңының айырмашылығы мынада. Орманда кім күшті, соның айтқаны заң. Масқара! Сендерге қарай, бұқа келе жатыр. Қасында тоқты мен серке бар. Бұқаны кім шақырды? Сен емес пе? Туған күнге шақырған? Жоға, мүйізі найзадай болып, не керегі бар оның?
оны орындамау жақсы емес. Иә, кешірім сұраймыз. Менен емес, мына екеуінен. Кешіріңдер, тоқты, серке. Біз уәдемізді орындаймыз. Иә, 2 арба дәмді орман шөбін орып апарып береміз. Енді 2 арба емес, 4 арба. Біз 2 арбаға келіскен едік қой. Енді 4 арба болды. Мен не сонда, еріккеннен жүр дейсіңдер ме? Жарайды, түсіндік. 4 арба болса, 4 арба болсын. Орманда не көп? Шөп көп қой. Келістік. Өзім қадағалаймын. Иә, Кеттік жүндір. Рахмет саған бұқа. Бізге көмектескеніңе. Мен өзімді де ұмытқан жоқпын. Иә, қасқырлар орып берген шөп дәмдірек болатын шығар, Бә, қыста қарнымызда, көңілімізде тоқ болатын болды. Бә. Қап, уәдемізде тұрғанда бұлай шаршамас едік-ау. Міне, енді туған күнімде шөп орып жүрмін. Рахмет сендерге. Қайта есте қалатын күн болды. Сенің туған күніңде малдарға шөп орып берді деп айтамыз. Ей, бөрілер, тезірек қимылдаңдар, күн ысып кетеді. Иә, қорамызға кеш болмай қайтайық. Көмектеспейміз бе? Шөп оларға емес, бізге керек қой. Жоқ, өздері орып, өздері жинап берсін. Өтірік айтпау керек. Берген серттен қайтпау керек. Міне, солай. Шал қорақты қайдан алған? Иә, соны айтам. Қасқырларға шөп керек емес. Олай болса, орақта қажет емес. Ей, бөрлер! Орақты қайдан алдыңдар? Өзіміз де білмейміз. Сценаристтен сұрау керек оны. Ей, мына баланың басқа жұмысы жоқ па немене? Демалыс болса болды, ауылға келгіш екен. Иә, бір демалайын десең осы, тыныштық жоқ. Жетіп келетті отырады. Ата, әже! Әпөкжан, келіп қалдың ба? Демалыста атасы мен әжесіне көмектесуге келген ғой. Жүре ғой үйге, қарның ашқан болар. Жүре ғой. Мынау қайтеді? Тоқты, кеш болмай тұрып, әпөкті ауылға келмейтінді ету керек. Оны қалай істейміз? Ойлағанның бар ма? Қазір. Ойланып көрейін. Не істесек болады? Тапқан сияқтымын. Шынымен ба? Не істейміз? Қазір айтамын не істейтінімізді. Қалай? Мені сағындыңдар ма? Сендер үшеу боп қалыпсыңдар ғой. Мұна бұзауды қара. Құлағың қалқимай кәне бері келш. Серке көке, апық не істейін деп жатыр. Үстіме мімдекшімен. Мен күшкірмеймін ғой. Әкем айтып берем.
Әке көмектесіңіз. Әке. Ей, әпөк! Түс деймін саған. Тоқта, сен барып бұқаны шақырып келші. Яху! Мен Мауглимін. Бұқа, ана жақта сенің балаңды. Жүргене. О, әке. Ей, менің балама не істеп жатсыңдар, а? Ата! Ай, мыналар қайтады. Апақ, не істеп жүрсің? Ай, баламысың деген. Жүр үйге. Ал сен екеуіңмен кейін сөйлесем. Қатырдың серке. Жоспарың күшті шықты. Ей, бұл әлі бастамасы. Қызықтың көкесін енді көресің. Тағы бірдеңе ойладың ба? Үйге қарап тұр. Қазір өзің түсінесің. Ай, мына бала үйге не алып кірген? Ойбай! Мынау аралар ызыңдап құлақты жеді ғой. Шалау абайла шағып алмасын. Ай, апақ, араның ұясын бұзған сен бе? Мен емес ата. Қора жақта ойнама деп айтқан едік қой саған. Ай, шалау ұстасаң шараларды ызыңдатпай. Апу, сен де тыныш жүрмейсің. Ертең үйіңе қайтасын, түсіндің бе? Әже, араларды үйге кіргізген мен емес. Ай, құтылдық ау. Ай, саған айттық қой тыныш жүр деп. Араның ұясында нең бар еді? Ал, не болды? Кішкентай бұзаудың үстіне мініп алдың. Сен осы жаққа келсең, қораға да, малға да тыныштық жоқ. Ай, аралардың да ұясын бұздың. Атасы мен әжесіне көмекші келді деп біз қуансақ, сенің істеп жүргенің мынау. Қораға да, араға да жолама деп айтсақ, ұқпайсың. Одан да үйіңе қайтқаның дұрыс болар. Ата, әже, мені кешіріңіздерші. Енді бұзық болмаймын. Бара ғой айналай. Әйтпесе кешігесің. Мен сендерге көрсетемін әлі. Мұнымен іс біткен жоқ. Жарайсың, серке. Ойлағаның іске асты. Тоқта. Осы біз екеуміз не көрмедік? Әпөкқа да қалай төтеп беру керек екенін беске біліп алдық қой. Серке, біз бұзауды алдап шақырып алдық. Бұқа бізге ашулы. Жаңа, сендермен кейін сөйлесемін деп кетті ғой. Оны не істейміз? Оны көре жатармыз. Бұқа өзіміз ғой. Ал әпөк, бұқаның мүйізінен де қауіпті. Ал сен қоңызға не дедің? Қоңызға ма? Мен оған, аралар қайт. Ана бала сендердің ұяларыңды бұзбақшы дедім. Таппайтының жоқ сенің, серке. Тоқты досым, келесіде әпөк келген кезде мен оған керемет тосын сый дайындап қоямын.
Жай, күш! Мен саған тиіскен жоқпын. Сен де маған тиіспе. Күш! Күш! Аулақ жүр менен! Кетті-ау әйтеуір. Көп кішкентай болып алып, түрі жаман ей. Шағып алса сұмдық ісіп кетеді. Әй, демек жақын жерде араның ұясы, омартасы бар. Ал онда дәмді бал бар. Ех, шіркен, бал жеп жатсам ғой. Әлде ұясын іздеп көрейін бе? Аралар шағып алса ше? Жоқ, жай көремін де қайтамын. Әлгі ара бұлай қарай ұшты, я? Қазір. О, таптым-ау ақыра. Ал енді оны қалай аламын? Маған кім көмектеседі? О, бөрілер. Олар бірақ бал жемейді ғой. Қап, не істесем екен, а? Қой, мен қасқырларға барып ақылдасып қайтайын. Сонымен көмектесесіңдер ме? Бал жеуге ме? Көмектесеміз ғой. Оны жеу үшін алдымен аралардан алу керек. Ал олар оңайлықпен бере қоймайды. Сен де қорқасың ба аралардан? Иә, олар жақсы аямайды. Жабылып кетсе жаман болады. Иә, оңай жерде нан жоқ. Сен балды жақсы көресің. Ал біз ше? Араға бекер таланамыз ба сонда? Бәлесінен аулақ. Өткенде бүлдірген теріп жей қояйын десем, ара шағып бір құлағым өсіп, қояндың құлағы құсап салбырап қалған. Мен бармайым. Тәттіге де құмар емеспін. Менің де бал жесем аллергиям шығып кетеді. Аллергия деген не ол? Қысқасы жақпайды да. Бал деген керемет дәмді. Ол қалайша жақпайды, түсінбеймін. Түсінбейтін не бар? Бізге ет керек, ет. Бірден солай демейсіңдер ме? Қысқасы бұлай келсейік. Егерде сендер маған балды алуға көмектессеңдер, мен сендерге ет табуға көмектесемін. Қалай? Бірден осылай демейсің бе? Етті қайдан табасың? Біз араларды жемейміз. Анау әлгі тоқты мен серкені өзім әкеліп беремін. Біз келістік. Қане, қол алсайық. Біз саған бал, ал сен бізге мал. Келістік. Әне, анау қышынаған араларды көріп тұрмысыңдар? Сонша ара шықса біз аю, ал сен пілдей болатын шығарсың. Мен ет жемек қоямын ау. Шақса шақсын, мен дайымын. Бәрекелді. Бұлай етейік. Мен бірінші жүгіріп барып, ағаш ұстап тұра қалайын. Ал сен менің иығыма тұрасың. Сен екеуің де дәл солай иыққа мінгізсек, ұяға жетіп қаламыз. Ең үстіндегі ұяны бұзып, жерге түсіреді. Сосын аламыз да, қашамыз. Аралар қусашы. Аралар судан қорқады. Суға қарай қашу керек. Өзенге. Жарайды. Аю уәдесінде тұрса болды. Аю, тек барсам бөрі басар қуды деп айтпа. Ет керек бізге. Ет. Уәде. Ал, бастаймыз ба? Бәрі жақсы басталып еді. Сен білдірдің.
Aha! Көрердің өсті менің орнымда болсаң. Аю, рахмет, біз кеттік. Ой! Я! Балыңды өзің ал да, өзің жей бер. Hey! Hayda barasınlar! Yetçe, yet! Toxtu men serkeşe! Ha! Toxtu men serke deymisin. Ay, olar da ömür sürsün. Hangisi? Serialımız bitip kalat. Қайда кеттің дана екеуі? Сен сол екеуін күзетпесең, несіне ит болып жүрсің? Соны айтам ау. Мүмкін оларды біреулер ұрлап кеткен шығар. Сен қайдан білесің? Түнімен тойып алып ұйықтап жатқан боларсың. Ей, біз саған сеніп жүрсек, қашан жөні түзу ит болар екенсің, а? Сен екеуің қорадан еркін шығып жүре береді екенсіңдер. Қасқыр жеп кетсе, немесе ұрлап кетсе қайтеміз? Жоға, біз жайылып шөп жеп келдік. Сонша не боп қалды? Маңырап жатыр, шөлдеген шығар. Шөлдесе шөлдей берсін. Қане, кіріңдер қораға. Енді осы қорадан аттап баспайсыңдар. Ал сен Бөрібасар, мына екеуінен көз жазба. Күзет, еш қайда шығарма. Бар бәле осы серкеден келеді. Тоқты байқұс момын ғой. Менен көріп жатыр. Егізі дұрыс айтып жатыр. Ақ сатқын, бәріне кінәлі мен бе сонда? Маңырап кетті ғой мыналар. Су берейін. Жоқ, су бермейміз бүгін. Су бермейміз дейді. Ата мен апа, маған қатты ұрысты. Сіздер маған айтпай, қайда кетіп қалдыңыздар? Бей, мынау не дейді? Енді сенен сұранғанымыз қалып еді. Сен өзіңе көп алып қойған жоқсың ба, Бөрібасар? Жоқ, сіздерді күзету менің міндетім. Күзету дейді. Бірақ түзету емес. Ақыл айтады ғой бізге, күшік. Иә, мен күшікпін, бірақ өскенде дәу ит боламын. Ей, Бөрібасар, сен өйтіп иттігіңді бізге көрсетпе. Анау қасқырларға көрсет. Бөрібасар деген атыңа лайық бол. Біз алысқа кетпейміз, осы маңда жүреміз. Шөп жейміз. Жоқ, енді еш қайда шықпайсыздар. Мен рұқсат етпеймін. Ей, мына күшіктен пәлеге қалдық қой. Ей, біз сенен қорқат деп тұрмысың? Мен Шәуілде бүргенде ата үйінен шығады. Сосын қиын болады сіздерге. Сондықтан мені мәжбүрлемеңіздер. Тфу! Өзің сөйлешші, тоқта. Мен қазір мұны сүзіп тастаймын. Бөрібасар, сен өзі бізді қорадан шығармай қоймақпысың. Ішіміз пысады ғой. Кешіріңіз, тоқты көке. Бірақ мен сүйегімді адал жейтін итпін. Күшіксің. Бірақ дәл қазіргі айтқаның нағыз иттік. Жарайды, Бөрібасар. Сен өз қызметіңе адал бол. Ал біз
өз білгенімізбен өмір сүрейік. Мен сіздерді сыйлаймын, бірақ қорадан шығармаймын. Ей, тоқты, анау жүрме әлі? Жүр ғой, нағыз ит екен. Қазір ұйықтайды. Қайдам, ол күндіз ұйықтап алады. Шай сөйле, естіп қояр. Бір тексеріп көрейін бе? Қалай? Қазір. Ей, не болды Бөрібасар? Тыныштық па? Жарайсың Бөрібасар. Қораны күзет. Мына екеуінің көз жазба. Тағы да қорадан шықса, базарға апарып сатып жіберемін. Қап мына күшіктайы. Ие, енді таңертең балғын шөпке жайыла алмайтын болдық. Атада сәл бір нәрсе болса, базарға сатып жіберем деп шығады екен. Базар деген адам ба? Жоға, ол мал сататын жер. Сонда біз ешкімге керек болмай қаламыз ба? Атаға да, апаға да, тіпті мына Бөрібасарға да. Жоқ, сіздер жоқ болсаңыздар, мен кімді күзетемін? Сосын, мен сіздерді сағынамын ғой. Бә, біз керек екенбіз. Бізді сағынады. Ие, біз де сені сағынамыз, Бөрібасар. Сондықтан, кейде сенің ит мінезіңді де кешіреміз. Жарайды онда. Ата мен апа оянбай жатып, тез шығып жайылып келіңіздер. Ал мен өтірік ұйықтап жатайын. Өтірік ұйықтап деймісің? Біз сияқты ма? Оқымысты досым, кітабың қызық бекен? Өте қызық. Үндістер туралы. Оқып болған соң, саған беремін. Қажеті жоқ. Сен оқысаң болды, маған айтып бересің. Шөптің түбінде жатып алып, қызықты әңгіме тыңдағанды жақсы көремін. Тыңдаған бір басқа. Ал кітапты өзің оқығанда, керемет әсер аласың. Оқиғаға кіріп кетесің. Жоқ, рахмет. Оқиғаға кіріп кетіп, шыға алмай жүрермін. Жүр, одан да орман жаққа барып қайтайық. Бүлдірген теріп жейік. Орманда қасқырлар бар емес пе? Қорықпа! Біз орманның шетінен кіреміз де, бүлдірген жеп тойып алып, қайтып кетеміз. Қасқырлар орманның ішінде емес пе? Олар тіпті байқамайды қалады. Орманда бүлдірген пісіпті. Барып жеп қайтайық. Сәті дәрумендері бар дей. Жүрекке пайдалы екен. Асқазанға ше, маған ет. Еттегі дәрумені керек. Өздерің бара беріңдер. Өрлер бүлдірген теріп жүр екен деген атқа қалмайды.
Ал онда етті қайдан аламыз? Бізге біреу әкеліп бермейтін шығар. Мә, жей қойыңдар деп. Масқара! Бөрілер бүлдірген жемекші! Масқара! Айттым ғой міне. Іштен шыққан жау жаман деген. Сендер осылай отыра беріңдер. Ал тоқты мен серке орман шетінде бүлдірген теріп жеп жүр. Қалайша? Біздің бүлдіргендерді ме? Кім рұқсат берді оларға? Әй, қоя тұрш бүлдіргенді. Едәрумендері өздері келіп тұр ғой алдымызға. Я, бар бола терген бүлдіргендерді тартып алып жейік. Бүлдірген де, орман да біздікі. Солай емес пе? Я. Ет тұрғанда бүлдіргенді жемесек те болады екен. Кеттік онда. Барыңдар! Ас болсын. Рахмет. Сендер біздің бүлдіргендерімізді рұқсатсыз неге жеп жүрсіңдер? Айттым мен саған орманға бармайық деп. Дұрыс айтқансың. Бірақ келгендерің де жақсы болды. Өйткені біздің де қарнымыз аш. Келіңдер, бірге жейік. Бүлдірген бәрімізге де жетеді. Солай емес пе? Ал, бізге де тәбеттерің ашылсын деп қойсыңдар. Бірақ, онсыз да тәбетіміз ашық. Мына сендерге. Я. Бүлдіргенді біз еттен кейін тіспасарға жесек деп едік. Негізі бәрін өздерің бүлдірдіңдер. Енді бізге өкпелемеңдер. Ай, тоқтаңдар. Бізді бүлдірген теруге аю жіберген. Аю? Аю дейді ме? Ол бүлдірген жеуші ме? Ол неге өзі келмеді? Оның тамағы ауырып жатыр. Бүлдірген тосабын қайнатып ішсе, жазылады екен. Солай ғой тоқты. Я, тамағы ісіп кетіпті. Ол неге сендерді жұмсайды? Бізге айтпай ма? Білмедім, бірақ сендерге өте ашулы. Тамағым жазылса, ісім бөрлермен болсын деді. Не дейді тағы да? Біз не істеп қойдық аюға? Оны өз айтар. Бірақ дәл қазір оған бармай-ақ қойыңдар. Кім білет? Ауру аю ашуын сендерден алып жүрсе? Я, бет аулақ құрысын. Ет жейміз деп таяқ жеп қалмайық аюдан. Жарайды, сендер бара беріңдер. Аюға сәлем айтыңдар. Біз ертең тағы да бүлдірген апарып береміз. Я, көңілін сұрап кіріп шығамыз. Әрине, сәлем айтамыз. Ал, жақсы бөрлер. Құтылдық ау әйтеуір. Аю қалай есіңе түсті? Айттым ғой саған. Бүлдірген, ақыл ойға да пайдалы деп. Кеттік. Аюда ауырып жатыр деді ме? Иә, тамағы ісіп кетіпті. Көңілін сұрақ қайтайық онда. Ол бізге не үшін ашулы екен? Білмедім. Барғасын өзінен сұрайық. Жолда бүлдірген теріп апарайық. Шипасы тисе,
ашуы да басылар. Аю. Ай, сендер қайдан жүрсіңдер? Тыныш жатқан аюды шошытып. Біз саған бүлдірген теріп әкелдік. Иә, денсаулығың түзеліп кетсін. Шипасын берсін. Ей, денсаулығыма не болыпты? Ей, сені біз ауырып қалды деп естідік. Мені ме? Кім айтты оны? Анау әлгі тоқты мен серке айтты. Тамағы ісіп кеткен деді. Тағы не деді? Сені бізге қатты ашулы деді. Ал оны қайдан біліпті ол екеуі? Ей, сен оларды бүлдірген теруге жұмсапсың ғой. Соны өзіңнен білсек деп едік. Біз саған сонша ашуланатындай не істедік, аю? Айтайын онда. Әлгі тоқты мен серке сендерді қатырып алдап кетіпті. Қалай сонда? Қап, өзім де солай ойлап едім. Сол жерде жей салу керек еді. Енді не істейміз? Ай. Сендерді де бөрі дейді ау. Ұят тірлік болған екен. Мұны бұлай қалдыруға болмайды. Бүгін сендерді алдаса, ертең мені алдайды. Бізде оларды алдауымыз керек. Қалай? Аю ауырып қалды деп пе? Неге мен? Жамандық шақыра берсеңдер, расында да ауырып қалармын. Жоқ, біз оларды алдап не қыламыз? Одан да жемейміз бе? Міне, мынау нағыз бөрінің әңгімесі. Бүгін түнде айтуат. Соны пайдаланып, қораға шабайық. Қорада не бар? Тоқты мен серке бар. Болды онда. Түнде шабуыл жасайық. Масқара! Бүгін түнде қасқырлар қораға шабады. Қасқырлар дейді? Қораға дейді? Қорқып кеттім ғой. Бізге шабады екен деп. Сол қорада емеспіз бе екеуміз? Қасқырлар! Бөрі басар! Бізді қорға! Кімді қорғайын? Мен дайынмын. Бүгін түнде бізге қасқырлар шабуыл жасайды. Қасқырлар ма? Оларға менің әлім келе қоймайды. Бірақ атаны оята аламын. Оның мылтығы бар. Қоя тұршы, бөрі басар. Мүмкін өзіміз-ақ бір амалын табармыз. Оларға менің де әлім жетпейді. Бір бастан екі бас артық. Ақылдасайық. Екі бастан үш бас артық. Менде бір ой бар. Қане, бері келіңдер. Ей, бұқ деймін саған. Әлгі бөр басар, шәуілде кіріп, бәрін білдірмесе болды әйтеуір. Айттым сол күшікті орманда өсіріп, қасқыр етейік деп. Қайда жүр екен өзі? Мен мұндамын. Ей, сен мұнда не қылып жүрсің? Үй күзетіп жүрмін. Мен сіздерді алыстан көріп қойдым. Сосын сіздерді ескертуге келдім. Қорадағы тоқты бар ғой. Сол. Біз сол тоқты мен серкені жеуге келдік. Ал сен, бұлай тұр, әйтпесе басып кетерміз. Иә, бөрі басар емес, бөрі басып кеткен деген атқа ие боласың. Жоқ, сіздер білмейсіздер. Тоқты бір шөпті жеп үлкейіп кетті. Біз білмейтін шөптің әсері болса керек. Үлкейсе жақсы ғой. Етте көп болады. Жоқ. Ол қатты үлкейіп кетті. Қалай сонда? Бұқадай болды ма? Бұқа, оның жанында бұзаудай ақ боп қалды. Қой, сенбеймін. Сенбесеңіздер, көрсетейін. Тек алыстан көріңіздер. Ол байқап қалса, аямайды. Жүр, көрейік. Опа, мынаған аюдың дәлі келмейді ау. Қандай шөп жеген екен? Біз де жейік. Өзі де білмейді. Жапырағы ерекше шөп еді дейді. Жеген замат үлкейе бастаған. Сергеше, ол да жеген бе? Ол жемепті. Бірақ
тоқтының өсіп кеткеніне қуанып жүр. Ей, Бөрбасар, қайда жүрсің? Біз саған қасқырларды ертіп кел деп едік. Не болды? Тоқтының қарны ашты. Сонда бізді жемекші ме? Қойлар шөп жемей ме тек? Кім білет? Үлкейіп кеткен соң етте жейтін шығар. Қой, қайттық ендеше. Иә, қасқырлар қойға жем болыпты деген атқа қалып масқара болмайды. Ей, Бөрбасар, сен бізді көрдім деп айтпа. Біз кейінірек келерміз. Ярайды. Ей! Ой, кемпір-ау, болсаңшы қонаққа кешігеміз ғой. Ойбой, шалау, мынаны қараш. Қонаққа барғанда тағатын жалғыз орамалымды тышқан тесіп кетіпті. Саған айттым, тышқанды ұста деп, бәрін кеміріп бітетін болды. Мен тышқан аулайтын мысық емеспі ғой. Енді бір амалын тапсаңшы. Тұх, сен де бір қоймадың ау. Қане, көрейік. Ей, тоқты, естідің бе? Мына тышқанның көзін құртпасақ болмайды. Ертең үйді кеміріп болған соң, біздің бидайға өтеді. Тышқан азығымызды кеміріп бітірсе, кейін не жейміз? Мә, біз мысық емеспіз ғой, оны қалай ұстаймыз? Ей, осы бір сериямызда мысық жүруші еді, соған айтып көрейік те? Мүмкін, Бөрбасар тышқан аулайтын шығар. Сұрап көрсек қайтеді? Бөрбасар деймісің? Жүр, көрейік. Ей, Бөрбасар! Иә, Серке көке. Сен тышқан ұстай аласың ба? Тышқан? Иә, тышқан. Ата мен әженің үйінде тышқан жүр. Ертең қамбаға түсіп, астығымызды жеп қойса ше. Сол үшін оны тезірек ұстау керек. Тышқан аулап көрсең қайтеді. Мен мысық емеспін ғой. Мен сіздерді күзетумен айналысамын. Енді сен астықты да күзетуін қажет. Мен күшікпін ғой. Үйге кіргенімді ата мен әже білсе ұрсады. Жоқ, тышқан ауламаймын. Тоқта, кеттік. Бөрбасардың қолынан келмейді екен. Мысығымызды табайық. Ал мысықты тышқан аулауға қалай көндіреміз? Оны жолда ойластырамыз. Алдымен мысықпен сөйлесіп көрейік. Бұлай ғой мысық. Ата мен әженің үйінде бір тышқан барлық затты кеміріп жүр. Өзі солай семіріп жүр. Ертең біздің астықты да кеміріп кетсе, қыста аш қаламыз. Мяу, енді мен не істейін? Оу, мысық, сенің мына өмірдегі миссияңның өзі тышқан аулау емес пе? Ата бабаларыңнан қалған кәсіп десек те болады. Сен сол тышқанды ұстасаң, бізге жасаған бір жақсылығың болар еді. Мяу, мен ондай майда шүйде жұмыстармен айналыспаймын. Өйткені мен жай мысық емеспін. Өй, сен де. Алдыңа бір өтінішпен келген екенмін, жоқ деме мысық. Қысқасы, менің тышқан ұстауға уақытым жоқ. Сен де уақытымды алма. Қораңа қайт. Иә, бара ғой. Ей, ол не істегендерің? Жіберіңдер мені. Жіберіңдер. Мяу.
Дереу босатыңдар мені. Бұл не істегендерің ұят емес пе? Білдей мысықты ұрлағандарың не? Ұят дейді ғой. Білдей мысық болсаң, атыңа кір келтірмей, тышқанды ұстамайсың ба? Тышқан ұстамайтын мысықты бірінші рет көруім. Эй, мен анау-мынау мысық емеспін. Сиқыршы мысықпын. Кәне, мені жайыма жіберіңдер. Әйтпесе. Сиқыршы мысық болсаң, тышқанды ұстап өнеріңді көрсетсеңші. Сонда біз сені жібереміз. Иә, егер тышқанды ұстамасаң, қаптың ішінде жата бересің. Иә, тоқты дұрыс айтады. Тышқан ұстауға келсең, біз сені жайыңа қалдырамыз. Жарайды. Тышқандарыңды ұстап беремін. Өтірік айтып тұрған жоқсың ба? Шын айтып тұрмын. Мен сиқыршы мысық емеспін бе? Шын айтып тұрған сияқты. Көреміз бе, Серке? Иә, көрейік мысықтың өнерін. Қане, қаптың аузын аша қой. Біраз уақыт өтті. Ай, мысық, тышқанды ұстадың ба? Ұстадым. Ол қораптың ішінде. Расында да шиқылдап жатыр. Оны енді не істейсің? Жеп қоясың ба? Жоға. Тышқанды алыс бір жерге апарып тастаймын. Азығын сол жақтан тауып жер. Оның дұрыс болған екен. Бірақ тышқанға ескерт. Біздің үйге қайтып келуші болмасын. Мысық, сен тышқанды сиқырмен ұстадың ба? Жоқ. Бұл менің ата кәсібім емес пе? Жарайсың, мысық. Өзісіне пысық. Табананның иісін ай. Сарымаймен жеп алсан қой шіркін. Ей, сен өзін не деп кеттің? Біз шөп, жем жейміз. Нанды қайтесің? Жай, жеймін деген жоқпын. Жесен қой дедім. Ей, сен де бір күні тауықтың жұмыртқасын жеймін демесең болды әйтеуір. Ей, анау сауысқанды қара. Не істемекші өзі? Апаның нанын ұрламақшы. Ей, сауысқан, тиме нанға. Ей, ұрлықшы пәле. Әкетті, ұстаңдар. Ей, сауысқан, таста нанды. Қап мұнан ая. Ой, енді қайттық. Шәйді нансыз ішетін болдық. Екеумізге жетер деп біреу ақ жапқан едім. Мен қазір оны қуып жетейін. Тастап кет нанды. Тастамай. Масқара. Мен болмасам, аштан бұратылып жатыр едіңдер. Міне табанана келдім. Жеңдер. Табанан дейді? Бұл не өзі? Жеп көрейік те. Қане, әкел бәрі.
Не деген дәмді нан. Иә, өмірімде мұндай дәмді нан жеп көрмеппін. Рахмет саған Сауысқан. Сен күнде осындай нан әкеліп тұрсыңшы. Мен мұны ата мен ападан ұрлап әкелдім. Сендер үшін. Бірақ ата мені қуып осында келе жатыр. Не үшін келе жатыр екен? Мұна нан үшінде. Ұрлық түбі қорлық деген Сауысқан. Ұят болды. Масқара! Сендер мен ұрлап әкелген нанды ұялмай жеп алдыңдар ғой. Енді мені атадан қорғаңдар. Әне, өзі де келіп қалды. Масқара! Қасқырлар нанды жеп қойды. Қап мұнаны, я? Оңғайсыз болды ау. Ей, бекер жедік-ау деймін. Ей, менің наным қайда? Ата, келіңіз, отырыңыз ата. Біз байқамай оны жеп қойдық. Иә, өте дәмді екен. Ата, осындай нанды бізде күн сайын жегіміз келеді. Бізге нан пісіруді үйретіңізші. Өф, белмай. Ей, нан табу оңай деймісіңдір? Ол үшін еңбек ету керек. Етеміз, несі бар? Иә, айтыңыз, не істеу керек? Алдымен жер жырту қажет. Сонда нан бола ма? Ай, жоға. Сосын жерді тұрмалап, тегістейді. Содан кейін бидай егу керек. Ол 3-4 айда пісіп жетіледі. Сонда нан жейміз бе? Жоқ. Оны өсірген соң орып алу керек. Сонда дәмді нан жейміз ғой, ә? Жоқ. Бидайды диірменге тартып, ұн жасау қажет. Сосын ұннан нан илейсіңдер. Не боп кетті өзі? Қашан нан жейміз? Қамырды табаға салып, шоққа көміп пісіру керек. Сонда нан дайын болады. Ал еңбекпен тапқан нан бұдан да дәмді болады. Өй, нан жейміз деп, күте қартайып кетеміз ғой. Иә, өте ауыр еңбек екен. Одан да ет жеп, жүре берейік. Тапсаң жейсің де етті. Олай болса, оңай жерде нан жоқ екенін біліп жүріңдер. Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей. Әлгі өсекші немеге әлі ызам келіп жүр. Сауысқанды айтам да, өзі бір қасқырларға нан табар болған ба деймін? Иә, қасқырларда сақталып кеткен. Бұрынғының қасқырлары жілікпен ет жесе, біздің қасқырлар нан жеп отыр. Ей, достым, олай деме. Ет дегенің мұна біз емес пе? Жүре берсін солай. Нан жеп, бүлдірген теріп. Олар тоқ жүрсе, біз де аман жүреміз. Солай екен ау. Ата ұзағынан кетті ғой. Отырған шығар сол. Қасқырлармен мақалдатып. Ата келемін дегенше, апа 3 нан пісіріп әндетіп жүр. Міне, нан бар жерде ән бар деген осы да. Ол пісті мекен кәне?